жасқа толған балаларға көруге рұқсат етілген фильм. Деген романтика. Жан, бұл кісілердікін романтика емес, сыйластық десе көбірек жарасады. Ал сыйластық 7-ші деңгейге жеткенде, махаббат жолда қалады деген ол да рас. Оны кім айтқан? Оны әйгілі Әли деген ғұлама айтқан. Бірінші деңгей, екінші деңгей деп сезімді өлшеуге бола ма екен? Жан, бұл әлемде бәрі өлшенеді. Ең бастысы тәсілін білу керек. Тәсілін. Тәсіл? Олай болса, сенің маған деген махаббатың қай деңгейде? Жан, менің саған деген махаббатым максималды деңгейде. Қайдан? Оған күмәнім бар. Өбей не болып қалды тағы? Өлшеп тұрған мен білем бе әлде сен білесің бе? Міне, осы айдың түбіртегі. 100% Гаухар, мен сені сүйемін деп тұр. 100%. Осы сен мен соңғы рет қаша мейрамханаға бардың? А соңғы рет қаша маған гүл сыйладың? А соңғы рет маған... Жаным, саған қызылша жеу керек, білесің бе? Иә. Не үшін? Өйткені қызылша есте сақтау қабілетті күшейтеді. Ұмытып қалдың ба? Кеше ғана мен саған гүл шоғын алып берген жоқпын ба? Сүйіктім, мынау саған. Басқа ал, гүлді өлшеуге болады. Мысалы, голландық 2 метрлік розалар бар, және сен маған берген бір тұтам гүлдер болады. Мен оны басында тамаққа қосатын кинза деп ойлап қалдым. Жан, ең бастысы ниетке байланысты ғой. Жақында жаңа жұмысқа ауысам. Сол кезде осы үйдің бәрін голландық розаға толтырмасам, маған кел. Жарай ма? Шын ба? Рас айтам. 7-ші деңгейге дейін бе? Әрине, жаным, әрине. Осы бар ғой, есте сақтау қабілетін тағы жақсартатын бір нәрсе бар. Қызылшадан басқа. Ол шоколад. Бірақ қазіргі жағдайымызға қызылша тиімдірек, жан. Осылай жақсы келе жатасында аяқ асты бәрін 1-ші деңгейге дейін түсіріп тастайсың. Кілтті алды кеттік. Жан. Танылып барған бар әлем, таныған қалам бар дарқан жырым. Арайлап таң атқан шуағын таратқан далам бар жауһар нұрым. Тамырым ауылда, қанатым қалада, көк пен жер көрік берген. Ай мен күн алмасқан, ұрпақпен жалғасқан бақытты бар тағдырым. Ауылым шапағатым ай, астанам салтанатым ай, өмірім махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай. Тағдырым ғаламатым ай, ұрпағым аманатым ай, өшпейтін махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай. Неге мырс еттің? Жай. Жай емес қой, біліп отырсың ғой, айтсайшы. Баяғыда алғашқы үйленген жылдар махаббатымыз қайнап тұрған кезде қазаның оттан түспейтін еді. Түскі асқа бірінші тағам, екінші тағам, салат, десерт, ой, бір май дастархан жайнап тұратын еді.
Алдымен десерт кетті көзден бұлбұл ұшып. Десерт іздеп салат кетті. Салаттың соңынан екінші тағам кетті. Бірде бар, бірде жоқ. Сезім деген бір орында тұрмайды екен. Жылдар деген өзін керектісін алады екен. Данышпансымай отыршы. Кезінде алғаш келін болып түскенде жасағанбыз. Бар жұмысымыз асханада болатын. Тамақтың түр-түрін жасағанбыз ағай. Одан бала таптық. Одан дүкен аштық. Тамақтан басқа шаруа жоқ па сенде? Болды, ашулам. Бір қаңғып келген ой ғой. Шын сезіммен тамақты шатастырып. Өзім әрең үлгеріп жүрсем, екінші тамақ та жоқ, салат та жоқ, десерт те жоқ. Еті көп, майлы болса болды. Мына нанды майға жағып жей. Сол да десерт. Ай, қарлығаш-ай. Одан да Астанаға атама хабарласшы. Не болыпты қалалық апаймен? Не шешіпті? Біліп отырайық та? Атаммен өзің хабарлас. Ол кісі маған ештеңе айтпайды. Ауылдағы шаруашылық жайында анан апар, мынан апар деп қысқа қайырғаны болмаса. Білесің, ондай тақырыпта әңгіме қозғамайтын. Біліп дайын отырайық дегенім ғой. Қайдан білесің? Қолын бір сілтеп, жұрт не демейді деп. Осында тұрамыз деп жүрсе қайтесің? Оны қайдан білдің? Балашып білдің ғой? Жоқ енді. Көшіп келеді деп отырған жоқ. Мысалға айтып отырмын да. Мысалға? Иә. Мысалға осында кеп тұрамыз десе, қалай болады екен? Саумалдан алыңыз. Құда, суғанған балғымыздан алыңыз. Саумал сізге жақпайды. Құда. Жоқ, олай болмайды. Біріншіден қаланың адамы ауылға үйрене алмайды. Екіншіден солай. Ана Ғали апайдың ұлы шетелде тұрады дейді ғой. Атам шетелге кетіп қалса ше. Сен де айттың ау. Атаң шетелде қайтсын. Ауылдан 40 қадам шықса ол сағынып жүретін адам. Осы жол 40 емес, алысқа кетті. Бірақ қайтатын түрі жоқ. Мен шетелге барып тұрар едім, мысалы. Сен қаланы қойып енді шетелге кетейін дедің? Армандағанға ақша төлемесің, армандай бер. Әли мен келін ауылға кеп тұрамыз десе, бір үйде қалай сығылысып тұрамыз? Сағи, мүмкін біз қалаға барып тұрамыз. Қалаға? Иә. Таңертең тұрғанда сиыр сау керек, құдықтан су тасу керек, аулаға су себу керек деген ойсыз қашан тұрады екен. Шыққан-ай. Су деген рахат екен ғой. Әкімтай, жеңіл болыңызбен. Рахмет. Анашым, сіздер неге жұмысқа бармайсыздар? Балам, бізде жұмыс жоқ қой, қайда барамыз? Үйде түк тамақ жоқ, содан екен ғой. Әрине, есесіне біз. Қалада тұрамыз! Иә! Алаққа! Ура! Қой айналай. Қалаға барып тұру дегенің тек ваннаға түсу деп ойлайсың? Кім бізді құшақ жайып қарсы алады дейсің қалада? Шын е, сол жағы қиын. Әрине. Енеме кім қолғабыс болады дейсің біз қалаға көшіп кетсек? Көшіп отырған соң көмектесіп отырмыз ғой? Сағи, мына көлігің бұзылып қалған ба? Қақпағын неғып ашып қойғансың? Апа, тұра берсін. Қазір жұмысқа барам ғой. Бір-біріңе көмектесіп енең екеуің жарасып қапсыңдар кейін кезде. О, апа.
Келіңіз төрлетіңіз. Мынауыңыз не, айран ба? Жоқ, қымыз. Сен ішсін деп алып келдім ғой. Ой, рахмет апа. Е. Бұл өңірде апамның балқымызына жететін қымыз жоқ. Жоғары шығыс Демесін құда да менің қымызымды жақсы көретін ғой. Е. Ой, иісін ай. Тағы да. Ой, апа рахмет. Қымыз деген қазақтың десерті ғой. Тамақтан кейін бір өмілай. Тартып жерсің. Бұлбырап жұмысқа барамай қалып жүрме. Ай, қойш. Салқын қымыз сергітеді. Міне, апам дұрыс айтады. Е. Е? Дұрыс айтады. Ада, Астанада не жаңалық бар екен? Жаңалық болғанда апа, Димаш Құдайбергеннің тағы да концерті болайын деп жатыр екен. Ой, оны телевизордан естідім ғой. Атам жайында сұрап отқан шығар. Е. Демесінге хабарласып сөйлестіңдер ма? Жағдайын білдіңдер ма? Енді құдаңыздан жаңалықты өзімізде күтіп отырмыз. Кімнен сұрарымыз да білмейміз. Бала-шағаға шешіліп ештеңе айта қоймайды ғой ол кісі. Ай, Былай істейік. Сағи, апам құмалақ ашады ғой. Астанаға қарап телміріп отыра бергенше құмалақ аштырып алайық апама. Мынау дұрыс ой екен. Апамның ашқан құмалағы 90% тура келеді ғой. Есіңде ме? Анау, теңгенің бағамы өзгергенде. Бір ай бұрын біліп қойдық апам. Банктен бұрын біліп қойдық апама. Сол кезде өзіміз мән бермедік. Ауыстыра салуымыз керек еді, е? Сен кінәлісің, ауыстыру керек сол кезде. Құдаға құмалақ ашқызғыларың келіп отыр ма? Иә. Қашан келеді екен ауылға? Қалай келеді, кіммен келеді деген сұрақтар жиналып қалды апа. Ай, дұрыс айтасың. Не дейді? Асықпай тұра тұршы. Соны айтам. Теледидарда бірден қосылмайды ғой. Бойына тоқ жүгір, қызу керек. Солай ғой апа. Не, құданың жолы түсіп тұр. Е. Жақында келеді деген сөз. Ай, тоқта. Мынау аздап кедергі жасап тұр. Мына біреусі, а? Кім екенін топшылап отырмыз. Албасты. Албастының албастысы. Жоқ қылып мұжып жіберейін бі. Кетшер. Ой, апа, не істедіңіз? 40 құмалақпен қалай болады? Жаңа дұрыс санамаппын. Біреуі артық. Енді дұрыс болды. Алия, не болды? Жоқ, ештеңе етпейді. Жай басым... Базар болмаса қайтайық. Жоқ, ештеңе етпейді. Міне қойды. Екі ауыз әңгімеге бола, үйден ұзап шығуды арнайы керек ететін бұл қаланың тірлігі қызық екен. Өзіміз тапшан доктор вақталай шаруаны талқылайды. Ал бізде осылай. Қаланың тапшаны міне осындай жерлер. Шу болып сізге ұнамай жатыр ма? Жоқ, маған да ұнап келеді. Мен қайта ертең ауылға барғанда тыныштыққа үйрене алмай мазам кете ме деп қорқып. Ауылыңызды қатты сағынған екенсіз. Көп айтатын болдыңыз. Сізге былай істе деп ақыл айтатын жөнім жоқ. Өзіңіз шешесіз. Иә, қиялдың жетегіне еріп, шынайы өмірден алыстап кетіппіз ғой. Апа, ауылға жалғыз өзіне ғана жол түсіп тұрмыз сонда? Жаңа айттым ғой, бір құмалақ артық болған деп. Мінеке, қараш. Қараш, бәрі орын-орында. Мінеке, құдаға жалғыз өзіне жол түсіп тұрып, міне жақта да ешкім кедергі жоқ. Қараш. Атам әлилерді көшіріп алып келем деді ғой. Олар қайда? Немене маған сұрақты жаудырта бересің, Мен қайдан білейін, мына құмалақ айтып тұр. Бұл да қателеседі. Ай, білмеймін, апа. Кезінде ана теңгенің бағамы туралы дәл айтқаныңызда қатты қуанып едім. 1-2 теңгеге қателескен ғой.
Әй, құмалақ дегенің бар ғой. Бірде дұрыс айтады, бірде бұрыс айтады. Енді осы құмалаққа қарап өмір сүруге болмайды ғой енді. Кезінде шешелерімізді қызық көріп үйренгенбіз. Ол кісілер не көрмеді дейсің? Талай қиындықты көрді. Сонда осы құмалақты жұбаныш қылып өмір сүріпті. Сағи? О, Сағи, жатсың жақсы ғой? Тұрсаншы, жұмыстан қаласың ғой? Қазір 5 минут. Апам да қызық балғымыз деп. 5 минут деп 5-ке дейін жатады енді. Тұршы, Сағи. Уф. Ашпаймыз. Құлап қалмайын ба? Қуамайсың. Қорқам. Ашпаймыз. Тоқта. Осында ма? Аха. 1, 2. Мынау маған ба? Әрине сен үшін. Рахмет. Кел, отыра. Қандай күшті. Бірақ жаным, несіне сонша әуре болдың? Жан, таңертең сен мені бір ренжіттің ғой, солай емес пе? Жақсы көруің 3-ші деңгейге түсіп кетті деп. Енді дәл қазір 7-ші деңгейге көтерілді деп ойлаймын. Әлі мен негізі қалжыңдаған едім. Негізі қайта солай қамшылап, еске салып тұрған дұрыс сияқты. Әйтпесе ер адамдар бәрі ойдағыдай деп ештеңені ойламай жүре береді ғой. Ендеше ескеретін боламыз. Еске салып тұр дегенге күнде айта беруді міндетті емес. Кел. Сен жүр. Жан, бұл жерде отыруымыздың тағы бір себебі бар. Қандай? Қазір. Тұт. Бұл не? Бұл менің жаңа жұмысқа тұрғанымды дәлелдейтін ресми құжат. Қалжыңдап тұрған шығарсың. Жан, рас айтам. Шын ба? Шын айтам. Шын ба? Шын айтам дейм. Жаным, бұл керемет емес пе? Әрине. Бүгін осы тосын сыйларға толы күн болып кетті ма, не болып кетті өзі, а? Мен саған алдында айтып едім ғой, құжаттарын тастап кеттім деп. Міне, бүгін жауабы келді.
содан ба? Аха. Бірақ та жан негізінде осы құжаттардың түсі қызыл болмаушы ма еді ме? Әлде мен қазір шатастырып тұрмын ба? Неге сенікі жасыл? Енді жасыл ортамен жұмыс істеген соң жасыл болады да, иә. Солай ма? Жан, есіңде ме? Мамандығың бойынша бұл жерде жұмыс істей алмайсың деп мазақ қылатын едің ғой мен. А? Жарайды. Ал Астананың жасыл белдеуі дегенді естуің бар ма? Иә. Міне, бүгіннен бастап мен сол жерде қызмет етемін. Рас па? Рас айтам. Білгіштер айтады. Ол жерде отырғызған ағаш сияқты мансапта жылдам тез өседі дейді. Қойшы. Жаным, мен сені шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Сен үшін өте қуаныштымын. Шын айтам. Ал енді атам қуанатын болды. Қуанбағанда әрине қуанады жан. Ауыл шаруашылығының басты жемісі маңдай терді емес пе? Адалдыққа үйретеді. Банктың оқуына жібермегенде сондықтан да шығар. Бірақ негізі бұрынғы жұмысымда қызық еді. Сол ғой. Есіңде ме? Мопедпен врум еткізіп. Бип деген мына кішкентай сигнал бар еді ғой. Врум. Сәлеметсіз бе? Тапсырсыңыз. Қолтаңбаңызды берсеңіз бола ма? Қазір қай суретті? Қолтаңбаңызды қойып берсеңіз. Көп рахмет. Ас болсын. Алла разы болсын бабам. Көп рахмет сізге. Мінекей, рахмет аға. Сау бол. Көп рахмет аға. Көп рахмет сізге. Қалай, бәрі дәмді ма? Тағы бір тосын сый бар ма? Қайдан біліп қойдың? Мен бүгін тосын сыйға толы күн ғой. Айтпа. Жоқ, расында да тосын сый бар. Дайын. Көзіңді жұм. Жарайды. Бұяқты жұма берсем болады еді негізі. Қарама. Аха. Болма? Вау! Мынау біздің суреттер. Біздің суреттер. Ал енді арт жағын қара. Әр суреттің артында қолтаңба бар. Кімдердің десеш? Біздің жұлдыздардың пицца тасып жүрген кезде кездестірген ғой. Сен үшін осының бәрі, сен үшін істеп жүрдім ғой жаным. Осы жұмысының жемісі осы ма сонда? Енді білмеймін, бағалап көр. Али, не болды, мазаң жоқ? Жоқ, ештеңе етпейді. Мен көріп келе жатырмын ғой, сен ауырып келесің, Али. Демесін. Мен сізге бір айтатын маңызды нәрсем бар еді. Сіз мен ертең Али, айта берсеңші қысылма, тыңдап тұр. кейін уақыты келгенде түсінерсіз. Алия,